жанады жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Ғашық оты көзімізде жанады, әлдилейді махаббаттың баланы. Ғашық болған күннен бастап достары, азамат боп қалғандаймыз бағалы. Ғашық оты жанады. Кеше барып келінді алып келіп жатырсыздар. Ал енді қазір Алла қаласа салт дәстүрмен беташар тойы басталайын деп отыр. Мынау арқа жарқа боп бақытты даладан емес, бақытты баладан ізде деп, Дулат балаларыңыздың бір басы екеу болды деп, ата-ананың жүрегі жарылып, міне ат шаптырардай дастархан жайып жатыр. Сол үшін барлықтарыңыз келіп шетінен орын алып отыра беріңіздер. Біреу жарым сыртта келіп жатқан кісілер болса жалтақтамаңыздар. Бөтен адам келмейді, туыс келеді, жақын келеді, таныс келеді. Боттойлардың елінде жарқыраған дүбірлі тойдың төрінде ағамыздан аумейді бата сұрасақ деп Қайрат аға. Көкесі барлар көш бастайды деген. Дастарханның ашылу салтанатын көге аумейді бата беріп, мына ағайынға ашық деп бір жария етіп қойыңыз. Құдайым оңдасын. Бүгін мінекей бір баламыз екеу болып, өзі семья құрып, мінекей үлкен той жасап жатырмыз. Тойға ұлассын, өмір жастары ұзақ болсын, екі бала бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болып, ағайын туған елдің алды болып, шапқылап жүре берсін. Мынау ағайын туғанға барлығына жарықпен жараймыз деп айтты, той-тойда болсын, тойдан тойға жетіп, әр уақытта өсіп өне берейік. Екі бала бақытты болып, өмір жасы ұзақ болып, ағайын туған ел жұртының мақтанышы болсын. Тойдан тойға жете берейік. Тойды ашық деп жаранаймыз. Жақсылық болсын, аманшылық болсын, өсіп өне берейік. Аумин. Аумин. Ал қадірлі ардақты ағайындар, мына бақ қонып, қыдыр дарып, қазақтың патша көңілі аптасына 6 күн болса, 7 күнінде той болып жатқан заман, міне Құдайға шүкір, бүгін келін келіп, мәре-сәре болып, алдарыңызға дастархан жайылып, беташар деген дәстүрімізді дәріптеп, төрткүл дүние мақтаған, елі жұрты жақтаған, ата салтын сақтаған, мінеке қазақтың тойының төресі беташардан басталады екен. Енді осы беташарымызды аға буындарымыз, ақсақалдарымыз ашық деп жариялады. Астарыңыз дәмді болсын, ішкен жеген тағамдарыңызды Алла ойларыңызға нәсіп етсін. Дулаттың бір басы екеу болып, Алла қаласа көбейе берсін. Енді қуанышқа келіп отырған келін түсірмегендер келін түсіріп, қыз ұзатпағандар қыз ұзатып, үйлеріңізде тек қана той болсын деп, әуендетіп, әндетіп, сәндетіп, бүгінгі тамаша күн бір есте қаларлықтай болса деп Алладан тілейміз. Ал енді мына той тамашасы жақсы батамен өтеді, жақсылардың аузына салған асыл сөз маржандарымен өтеді. Және де мынау ән көңілдің ажары дейді, ән шашуменен жалғасады. Ал Әлшер мырза, қай жерге тұрасыз? Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген атаң қазақтың дархан сөзіменен бүгін сенің тойың той қыласын, ұланасыр. Дәл бүгін шаттанасың, қуанасың. Дулаттың тұрғызған шаңырағы тұғырынан еш уақытта құламасын деп, осы келген ағайын туыстың құрметіне бір тамаша ән шашу болсын. Қабыл алыңыздар. Ал баршаңызға ассалаумағалейкум. Келген келіннің қадамы құтты болып, жастарымыз бақытты болсын. Сыйластық гүлдей бұлашып, бауырмалдық қауласып, қарға
тамырлы қазағым ұрайық саулық сұрасын құбылған мынау заманда амандық керек адамға қалайсың қайсар қазағым мал жаны түгелі аманда маған да саған оғанда татулық керек қаламда ән жағың тума туысым отбайларым түгелі аманда қалайсың қайсар қазағым отбайларым түгелі аманда ауырмай әкенің алаңда күлімдеп жүрісі болғанда бәріміз бізбесіз болып сыйласып жүрсек жаманға құбылған мынау заманда амандық керек адамға қалайсың қайсар қазағым нағашылар түгілі аманға маған да саған оғанда татулық керек қаламда жан-жағың тума туысым құдаларым түгілі аманға қалайсың қайсар қазағым нағашылар түгілі аманға жақсы күндердің бір алда тек думан керек адамға қалайсың қайсар қазағым мал жаның түгілі аманға маған да саған оғанда татулық керек қаламда жан-жағың тума туысым отбайларым түгілі аманға нағашылар түгілі аманға құдаларым түгілі аманға шын достарым түгілі аманға мынау іш қызбайды деп қазақтың дастарханы қанша жерден алыс жақыннан келіп жатқан ағайын туыс болады. Соның басын батамен бастаса, қалғаны жақсы ниетпенен жақсыларға жанастыр, жамандардан адастыр деген. Мынау міне Аллаға шүкір, бүгін кілегей игі жақсылар жиналып, мынау енді осы Дулаттай азаматтың ата-анасының арман тілегі орындадық. Бір баласы екеу болып, мәре сәре болып жатқанда, 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі Уәли дейді. Қайрат аға, мынау тілекті мен осы үлкен Дулаттың әжесінен бастасам деп отырмын. Қақпақсыз қазанда қайнамайды, анасыз балада ойнамайды дейді. Апа, мына бала немере, бүгін келініңіз құтты болсын, келіп жатқан қуанышыңызды бөлісіп келген ағайын туыстың алдында алғашқы ақ тілек сізден болсын, апа. Қадірлі меймандар, айналайын Қайрат, қарағым, тойың тойға аласың, тойың құтты болсын жарығым. Қуаныштымын, өте. Дулатымның бірінші немерем менің. Аллаға шүкір. Ер баладан қыздар көп, Аллаға шүкір. Енді жарқын Құдай денсаулық берсін, өзіңе алтыным. Сен қалай болса да барлығына лайықтысың, алтыным. Аман бол, өмір жасың ұзақ болсын. Ал Дулат пен келінді айтатын болсақ олар енді жаңадан айналайын бас қосқан адамдар менің баламнан үлкен емес. Мен өз баламды жақсы білем, сол үшін жақсы көрем. Ал енді Дулатпенен камераға айналайын, зор денсаулық тілеймін. Екеуі бір жастықта қартайсын, үлкендерді сыйлайтын, ибалы, сонда жақсы келін болсын айналайын. Біз келгенде де анда-санда бір кішкене кеп тұрамыз ғой, мен Қайратымды өмірі тастамай келе жатырмын. Әйтеуір қабағын жықпай, күліп ойнап, бір-екі шырын шайын берсе, одан басқа маған тоқтың да керек жоқ. Айналайын, мен ішіп-жеп бұратқан адаммын, содан басқа кішкененің керегі жоқ. Әйтеуір қабағын жықпасын, туған туысқанына ибалы болсын, сыйласын, әке-шешесін сыйласын, бізді сыйласын. Енді біз қанша жүреміз, сонда да болса сыйласын айналайын. Туған туысқандарына өте ашық болып, мейманды болып, сондай ақ көңіл болып, жадырап, жайнап отыратын келін болсын. Екеуінің өмір жасы ұзақ болсын. Биіктен көрінсін менің Дулатым. Өзі әбден оқып, бәрін чоқып, ұтқан жігіт.
O budan da biyiktен көрініп, Алла Тағала бұларға көп жақсы нәсіп таусылмайтын нәсіп берсін. Сол үшін енді алып қойыңдар алдындарында қымыз бар, не бар? Рахмет. Алдарыңыздағы қымыз қымырандарыңызды ішіп, алып, жеп, мынау жақсылыққа жайылған дастархан ғой, қадірлі ағайындар. Өздерің білер Нартаймын, Нартайда болса қартайдым, арнасы барда өз жоқ, баяғашы айқайдың деп. Мына Фатима апамыз енді дулатым оқып, шоқып, оңын, солын танып, міне Алланың аманаты бір бас еге болды деп Қайратаға қуанып жатыр. Суағады, тасқалап, кәрі кетіп, жасқалап деген, осындай қариялардың салған сары жолы менен келіп жатқан келіндеріңіз, осы Құдай қаласа бір жақсы аяулы ана болсын. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын дейді. Сол алтыннан да ардақты қылатын, енді Алла бұйыртса, осындағы бүгін осы келінді кеше барып күтіп алып келіп жатқан аналардың huzurunдағы дүние ол. Жаман биен жауылап қолын ал деп қазақ бекер айтпайды. Сондықтан да Алла қаласа мына Фатима апамыз айтқандай, келіндеріңіз күліп тұрған үйге күн түсіп, күңіреніп тұрған үйге күн түсіп деп, күліп ойнап, қабағыменен тамағын даярлап, жарқырап тұрса біздің мына қарияла кісілерге одан асқан бақыт жоқ шығар. Байып кетсең байлыққа сен құнықпа, жүректегі иманыңды суытпа. Ей бауырым, сол байлықты Алланың өзі беріп, өз аларын еш уақытта ұмытпа деген. Алланың берері көп болсын Қайратаға. Мынау қойшының таяғы, келінің аяғы деп, енді келіндеріңіз бір ырысты, осы келін амағандарға жұғысты, жақсы бір қуанышымыздың басы басталып жатыр, құтты болсын. Ал мына екінші стол енді бұл беташарда білесіздер ғой. Бәріміз сөйлеу мақсат емес, бірақ жағалап жүріп, аралап жүріп остып. Менің бір ауыз айтарым бар еді деген кісілерге сөз беріп, мына тамақтан астан алып, ішіп жеп отырып, Дулаттың достары, жолдастары, құтты болсын. Бойдақтар бар шығар әлі? Бар ғой, жұғысты болсын. Анау жұғысты болу үшін жақсы тілеулес, ниеттес, Алладан тілеп отырса, сонда сол жұғысты болады екен. Жаратушың тұрғанда, жаратылғаннан сұрама дейді. Біздің мына көпті көрген апалар отыр, аналар отыр. Ал тағы да бір әуендетіп, әндетіп, баяу әннен, жеңіл әннен ана сыйлаған кем болмайды дейді. Осы бір ән Фатима апамыздың құрметіне арналады. Жер бетін әлемді бесік жыр әнеді, ақ жаулы самай ақ көңіл Фатима апам неткен әдемі. Мен үшін анашым еңбегі ойларсың, бұл өмір баласын анасыз қылмасын, ғұмырыңыз болсын бір ғасыр. Мен үшін анашым еңбегі боларсың, бұл өмір баласын анасыз қылмасын. Фатима апа, ғұмырыңыз болсын бір ғасыр, ғұмырыңыз болсын бір ғасыр. Түндегі бағдаулет бірлігі анадиыз қылмасын, ғұмырыңыз болсын бір ғасыр. Мен үшін анашым еңбегі бұл өмір баласын анасыз қылмасын, ғұмырыңыз
Dilbergasın. Fatima apamızga bir qo'shimlik bo'lsin agaylar, tomosha. Ya, mana bu endi ata-onaning armani осы бүгінгі ұйытқы болып отырған Дулаттай азаматтарыңыздың мына құрметіне дастархан жайылып, қазаны қайнап, туысты туғандар тойлап, енді рұқсат болса ал құрметті апалар, мына екі стол басындағы аналар, сіздердің де орталарыңыздан бір жақсы көп тілеу көл болады дейді. Мына осы келіп тұрмын қастарыңызға жол қайсырек екені. Айтарым бар еді, осы жастарға тілеулеседім деп. Енді мынау бөліп жармаймыз. Бұл көпшіліктің ортасы болғандықтан. Кәніге апалар, әпкелер. Онда сон мен білмеймін. Мынау енді нағашы әжесі сіздердің алдарыңызда қуанышқа деген ақ жүрегімен аналық тілегін білдіргелі тұр. Қабыл алайық ағайын. Құрметті көпшілік, бүгін мынау енді Фатима құтты болсын. Қайрат Жауқантайжаным, сендерді үлкен азамат болып, үлкен болып мемлекеттерін түсірбасыңдар. Құтты болсын, балалардың қызығын көріңіздер. Тек қана қуаныш, жақсылықтар көбейе берсін отбасыларыңдар. Мен де сол енді менің де семьямызда бірінші немерем менің енді. Дулатты жақсы көреміз. Әжесі Дулат деп қойғанда қуанып, өмірге ол бала келгенде сонда біз де қуанып, сондай қуанышта болғанбыз. Енді айтатын тілегім, екі бала бақытты болсын. Бар жақсылық болсын. Қазір өздері жеттік, өздері не ақыл айтуға, айында айтасың ғой, өздері білет барлығы, қалай не еткенін. Сол екі баланың қызығын көріп ортасында осындай туған ағайын бола берсін, келе берсін, бар жақсылық болсын. Асыға рахмет айтайын. Рахмет, мінекей Қайрат аға. Осы мынау Қарағайдың басында 40 бұтақ қамыс сапқа біреу-ақ десе, ол сіздің осы алтынастай ұлыңыз, міне өз жұрты, нағашы жұрты, енді Алла қаласа жаңа сиясы кетпеген қайын жұрты бар. Алла бұйырса міне, кеше ғана барып, жігіттің алған жары жақсы болса мың бақыт, мінген аты жақсы болса бір бақыт дейді. Осы келген, бісміллә, келіндеріңіз Дулаттың басына қонған бір мың бақыты болсын Алла қаласа. Мына жер тоймай, ел тоймайды дейді. Сондықтан да төгілсе, тойға төгілсін, шашылсаң, тойға шашыл дейді. Мінекей көрдіңіздер, ал ас дәмді болсын, тойымыз тойғын ассын. Қазір Құда қаласа, мына көппен ішкен аста береке бар деп, көп жерлерде бірінші бет ашып алып жатады. Бүгін енді бір асықпай отырайықшы деп, тамақ ішіп алсын, шабараттың тоғы жақсы дегендей, тойындырып алайық меймандарды. Содан кейін барып бет ашамыз деп асықпай отырмыз. Ал астың үстінде аспандап емес, астарлап, сөз қадірін, өз қадірін дейтін, міне ұлағатты да қадірлі үлкен көкелеріміз, апаларымыз отыр осы жерде. Сіздерден де бір жақсы тілектеріңіз болса. Ал, айтыңыздар. Кім келсін? Айналайын Қайрат. Мына екі жас бақытты болсын. Өмір жастар ұзақ болсын. Ойлаған мақсаттарына жете берсін. Сіздерге тек қана қуаныш әкелген жастардан болсын. Дастарханымыз әр уақытта осындай жақсылыққа, аманшылыққа жайылады. Екі балаға тек қана ұзын өмір, денсаулық қаламыз, бақытты жастардан болсын. Рахмет. Келін келді алдыма, келін келді,
Kelin geldi avulda, toyda oldu kelin jana. Kelin geldi avulga, oturganda ağzayın ölümdür, oldu soldu kelin jana. Kelin bası besi aşı silası kelin jana. Kutlu olsun kelin can ayağımın, o südüy kütkünüm bayağıdan kelin jana. Kelin bası besi aşı silası kelin jana. Rahmet. Mынау заманның толқыны ағымына қарай небір есtarada жұлдыздары бар болса да, тура осы келин атамыздың әнін апамыз құстап ешқайсы айта алмайтын шығар. Қандай керемет, ескен, естен кетпес деген. Ескендерді еске түсіріп отырған осы аналарымыз, апаларымыз, Жамбыл бабамның төрінде отырыстар ғой. Жамбыл бабамның сол 100 жасына жетіңіздер Алла қаласа. Құдай сол 100 жастарыңызды осы қауым тойлайтын күнді нәсіп етсін. Фатима апа, осы дулатыңыз сіздің 100 жас тойыңызды жасап берсін. Келін екеуі Құда қаласа. Дулат қаяқтан? Кетіп қалды ойнайым, үйдегі. Құлағың алтын сырға, мына келін екеуі Фатима әжеңнің, Нағашы әжеңнің 100-ге толған тойын жасап беруді нәсіп етсін сендерге. Мынау, оны неге айтып жатырмын? Бала балдан тәтті, немере жәннен тәтті дейді. Бір қариядан анамыздан сұрапты ғой, апа, шыныңызды айтыңызшы, осы немере тәтті ма, шөбере тәтті ма деп. Сонда апамыз айтқан екен, немере тәтті болады, шырағым, немере тәтті болады деп. Шөбереші депті. Қойшы, құрғырдың өзінің апасы бар ғой депті. Сол сияқты екеуіңізді айтып жатсыздар. Ырым алды бірінші немереміз деп. Құда қаласа осы тулап бірінші немерелеріңіз Алла қаласа көбейсін. Бәріміз Алланың құлы, пайғамбардың үмметі болғандықтан мен үмметімен мақтанамын деп. Адамзаттың асылы пайғамбарымыздан қалған өсиет, көбейдің өзі сүннет деп мінекей бүгін пайғамбардың сүннет орындалып жатыр. Келін түсіріп, үйленіп. Сондықтан да Қайрат аға, мынау асқаныңыз емес, тасқаныңыз емес, сасқаныңыз емес, атаналық борышыңыз мына осыншама көпшіліктің алдына мынау дастархан жайып, үлкен Құда қаласа той алда ғой. Үлкен той алда, бұдан кейін әлі қазақтың әйтеуір жақсы ниеті құдалығы бар, үлкен тойы бар. Енді деп есін жинай берген кезде есік тойы бар, бесік тойы бар. Көргендеріңіз тек қана осындай той бола берсін. Ал кезекті кімге қарайды? Тағы да мына. Шет жақта қонақтардан сұрап келейік, айтарлары бар мекен? Дулаттың достары. Сіздерде жастар десек те болады, бірақ бір үйдің иесі болып қалған жігіттер бар шығар. Бар ма сөйлейтіндер? Жоқ, үлкен кісілер сөйлей берсін ба? Ал Дулаттың нағашыларынан тағы да менің айтарым бар еді. Айман әпке сөйлесін ба? Құрметті құдалар, мына ботпайлы тойларыңыз құтты болсын. Әргелеріңізге әрге қосылған құтты болсын. Мына Талқантай, Қайрат қайда? Қайрат? Рахмет, Қайрат сенің мына алғашқы қуанышың Нұржамал екеуің. Бақытты болсын балаларың. Тек қана алдыңдарынан сәттілік күтсін. Енді мынау ағайынды жинап той беріп жатырсың. Ірге бөлсем алаңдап, сұрайтының ағайын. Бірге жүрсем жамандап, сынайтының ағайын. Даяшым боп тойымды тындыратын ағайын. Табашым боп сағымды сындыратын ағайын дейді. Сол сияқты ағайын дегенмен керемет бәрі келіп ағайын барлық тойымды өткізіп жатыр. Еркелесең елімде сынайтының ағайын, өкпелесең өлімде қимайтының ағайын дейді. Сол сияқты келіп отырсыздар барлықтарыңыз осы қуанышқа. Қуаныш құтты болсын, балалар бақытты болсын.
Бұлардың алдынан тек қана сәттілік күтіп тұрсын деп ойлаймын мен. Небір заман өтіп жатыр, өмір ғой бұл енді. Барлық жақсылық осы үйде болсын, Құдай қаласа Қайрат. Сенің қуанышың басталды, алғашқы қуанышың. Бір емес Алла тағалам саған 3 жыл беріпті. 3 жылда оңайлыққа келген жоқ, міне Құдайға шүкір, сол ұлдарың аман болсын. Ел ұлы жоқ адамдарда жүрмін. 3 жылды бірде Құдай Алла тағалам берген екен саған, о да бір Алланың берген сыйы шығар. Бақытты болдың, Нұржамал екеуің теңдей көріп еді, қалған уақытта тек қана жақсы, қуанышты өмір болсын үйлеріңде. Ынтымақ, береке болсын, мен тілейтінім аналық жүрегімнен осы тілегім. Бақытты болыңдар. Тек қана жақсылық тілеймін үйлеріңе. Асаба саған рахмет, сондай бір жақсы бала екенсің. Сөзің бар керемет, әнші бала қандай керемет. Рахмет сіздерге. Рахмет апа. Енді осы жерге бөтен адам келмейді ғой. Құдай тойдан кем қылмасын, бөтен елге жем қылмасын. Міне жақсы тілеу, жақсы ниеттер. Қайрат аға мына апайым айтып жатыр ғой енді. Алла тағала 3 жыл берді деп. Осы 3 жылымыз 300-дің басын қосатын азаматтар болсын. Мына 300-дің басын қосатын, 300-дің туын көкке көтеріп жүретін, енді жарқыраған азаматтар болып өсе берсін. Айман әпкеме келетін, айы оңынан туып, асығы алтысынан түсіп, міне осы туылаттың қуанышы деп, алып ұшып келгенде бір ауыз жақсы тілек, үлкен тамақтың үстінде сөйлесін. Рахмет Асаба. Құрметті құда-құдағилар, құрметті дос-жаран, дулаттың достары, ағайын жұрт дейді, осы жерді дастархан басында тек қана жақсылықта ең жақын деген адамдарды жиналып отырмыз. Енді бүгін Ақтөбенің қаны жарылып, Қайраттың үйінде керемет қуаныш болып отыр. Бәріміз Алматыға барып, келіннің құлағына сырға салып, ұзату тойында болып, құдалықта болып, мұны түніменен жүріп отырып, таңға келінді алып кеп түсірді. Біз өте қуаныштымыз. Сондай ибалы, тәрбиелі, мәдениетті, сондай семьядан шыққан әдемі келін екен. Мына келіннің аяғынан дейді, Құдай қаласа, Қайрат үйлерінде тек қана қуаныш болсын. Мынау келін деген бір әдемі сондай жасылдымен қуанышымен келсін. Фатима Құдағи, қуанышыңыз құтты болсын. Құдай қаласа шүрбеден сүйесі, шүрбенің қолынан май жалаңыз Алла берса, сол көргендеріңіз той болсын. Мынау енді жақсылық бола берсін. Біз мынау Нұржамалдың төркініміз бәрімізді бір столда отырған, сол группа поддержки дейді, бәріміз туысқан, бауыр болып, мына сіңлімізді поддержать етіп келдік. Осындай қуанышты бірге бөлісейік деп, қуаныштарыңыз көбінен болсын. Балалар бақытты болсын. Дулат деген мен өзім баламен бірге кішкентай кезінде бірге өскен, бірге келіп, кеше Айман әпке сіздің балаңыз маған рогатка атуды үйреткен деп қояды маған. Ой жаным әшейін, мына бақытты бол. Қолыңа түсірген құсың құтты болсын Дулат. Бақытты өмір сүріңдер. Тек қана ата-аналарына келін шапағатын шашып тұратын күлкісімен, өзінің мінезімен, қылығымен елді сондай өзіне қарататын жақсы келін болсын. Бақытты болсын, көргеніміз той болсын, алдағы тойда аман-есен бас қосайық. Рахмет Айман әпке. Тілегіңіз қабыл болсын. Мінеке қандай тамаша. Мынау жалғыз жүрсең жоқ боласың, жиналып жүрсең көп боласың дейді. Осы әулет болып, бір-бірлеріңіз балалардың бақытын бөлісіп, Елбер әпке, мынау ұшқан құстың қанаты, шапқан аттың тұяғы талатын жерден, той қазына, той қуаныш, той думан, ағайын туыс жиналып та алыс жақын ой құрдан деп, міне осы асыл тастың көзінде жарқыраған әпкелер жақсылыққа келгенде құтты болсын деп келерді. Бір қолдан көрсетіп қойыңыздар, ең алыстан келген меймандарымыздың бірі. Дұрыс айтасыз, алыстан келіп отырмын, Қазаннан келіп отырмын. Тойға туба, 4 бауырым бар, 5 бауырым кәмін үшін. Осылардың балаларының тойларына қалай келмеймін. Жұмысымды тастап, бәрі процестерім бар, өзім адвокаттым. Солардың бәрін тастап, тойына, Қайраттың баласының тойына келесің, кім тойына келемін? Бізде ояқта келу оңай емес, дрондар ұшып жатыр. Беспилотниктер, Россия соғысып жатыр ғой енді. Содан ұшып барып, ұшып кеткен уже, қайтарды бізді. 4 сағат самолетта отырды, шықпай отырды. Өмірге 3 сағат ұштым, содан ұшқым болып, жүрген аяғым бәрі сып кеткен, 7 сағат отырдым самолетта.
Одан Алматыдан немен келдім ғой Сахарин. Соның өзін бәрін шыдадым, шыдайтын аяқ бар. Бауырымның баласының тойы, Дулат Жарық. Құдай саған бәрі бақытты берсін осы өмірдегі. Алтындай қыз алып отырсың. Камиля. Менің қызымның аты да Камила. Менің қызым да медик. Мына қыз да медик. Медист бітірген. Мен екі қызым да медист бітірген. Үшіншісі юрист. Сол, мақтанып қояйын кішкене. Сол енді Камиля өзі, ана менің үлкен қызыма түрінен де келеді. Түрі де келеді да, аты да келеді. Мені соған, батам кішкене, менің үлкен қатар емес па, кішкене андай қаны бар екен. Енді өзіме жылы болып көрінді да ана қыз. Көрінестен уже маған ұнап қалды ана қыз. Түрін көріп едім, жүзін көріп едім, сразу ұнады да маған. Потому что мен 30 жыл болды адвокат болып отырғаныма, істеп жатқаныма. Сот болдым 7 жыл, осы Тараздың қалалық сотында. Сол өмір деген сондай ғой, адамның уже түрінен білесің, қандай адам екен. Сол түрінен ақ білініп отыр, ана жақсы қыз екен. Ана тойда да өзін сондай сабырлы болып көрсетіп, ақылды екен көрініп қайтпай көзін тасқа. Сол Дулат Жарық Құдай саған берді. Орыстар айтады ғой, повезло деп. Пусть и дальше тебе так же будет вести. Пожалуйста, береги то, что имеешь. То, что ана қыз алдына түсіп, енді осы үйге келіп болып түскенде Құдайға бір тұлба. Құдай әруақ әкемнің, біләбі әкемнің әруағы үлкен қолдап отыр. Сондай неғып отқаным. Үйімізде тойға қосыла берсін. Рахмет нағашыларға тойға келіп отқандарыңызға. Рахмет ағама, ойыныме, что мені шақырып отқанда. Осы тойға келгеніме рахмет. Сіздердің бәлеріңізге рахмет. Түсіп келіп отырғаныңыздарға. Бәлеріңізге береке тілеймін, бақыт тілеймін. Өмірлеріңіз ұзақ болсын. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Анда 2 жасқа тілерім бір-бірін сақтап, махаббатын сақтап, бір-бірін сыйласып, кім Камиля айтады ғой қазақтар, тастай батсын, судай сіңсін деп. Осы неге, біздің әулетке тілерім, жарым үшін болады. Тек қана жақсылық тілеймін, береке тілеймін. Жұмысын оңай емес, білемін, сен адал жұмыс, жақсы жұмыс істеп отырсың, жақсы келесің, жұмысты істейсің, қиын, оңай жұмыс емес, бірақ істеп отырсың жарым үшін. Я желаю тебе карьерного роста. Камиля тоже, видишь, тянет, вам вдвоем все-таки легче будет тянуть. Тем более у тебя вот мы есть, мы будем морально, материально поддерживать, әкем тірі болсын, екі жақ бауырың тірі болсын. Сол жақсылық тілеймін, денсаулықтарың зор болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Бірге мамам айтқандай бір жастықта қатайыңдар. Аумин, рахмет. Әпкеміздің тілегі қабыл болсын. Ал енді мына ас-тұздан алып, ішіп жеп, енді келіндеріңіз тастайбат судай сіңсін деп жатырсыз жаңа. Тастайбат судай сіңсін деп айтыпты ғой. Сөйтсе баланың әжесі тұрып, батпаса батыр баламыз ғой, уайымдамаңдар деп. Сосын Фатима апамыз батыр болады. Енді жайлап үйретеді міне. Дулаттың бір емес 2 әжесі отыр. Осы 2 әулеттің 2 жақсылары отыр. Мынау салалаған сақалын, айтатығын мақалын, аман болсын ағайын, азаймасын қатарың деп. Осы өзінің Дулаттың қатарлары отыр. Міне дастарханымыздың басы 4 көзі түгел толып отыр. Мынау тойдың төрімен есігі болмайды, тілектің алдыменен соңы болмайды дейді. Міне 30 күн ойын, 40 күн тойын деп. Мынау бала үшін атана бәріне көнедеген ғой Қайрат аға. Әсіресе ата-әжелер. Мына кісілер бағана сағат 12 болмай күннің астында отырған әлі отыр. Осы Дулат үшін бәріне көнедеген ғой, шын жыласам соқыр көздің жас шығады дейін. Ал тағы да тамаша кезекті 1-2 ән болсын. Әндетіп отырайық, сәндетіп отырайық, сөз сөйлеп ән айту шешен емес, тыңдаушы шешен дейді. Сондықтан да бүгінгі қазір енді біз 1-2 әннен кейін беташар деген жөн жоралғыны бастаймыз.
келіп жатқан Ботпай әпкеміздің құрметіне. Гүліндей дала қырмызы, қалайсыз Ботпайдың қызы. Сенбісің боласың кештің, шолпандай қара жұлдызы. Қатырып билей алмаймын, шақырып билей алмаймын. Қызың білмеймін, ешкімге теңей алмаймын. Ауылдан келдім қалаға жаңа, үйімді білсем шалалала. Ауылдан келдім қалаға жаңа, үйімді білсем шалалала. Үйіме мен қарама, үйімнің аты шала. Ауылдан келдім қалаға жаңа, үйімді білсем шалалала. Өткелден ізбен толам, елуге сүмбін болама. Үйіме мен қарама, үйімнің аты шала. Бекерге басып түкімән, арылдым жастығымнан, үйрендім дұрыс сөйлеуді. Мен бүгін Ботпайдың қыздарынан сен әлі сүйетірдің, сенсе сенен күйеудің менің. Бәрінен артық көресің, шалалла деймді менің. Ауылдан келдім қалаға жаңа, үйімді көрсем шалалала. Ауылдан келдім қалаға жаңа, үйімді көрсем шалалала. Өктемге ізбен толара, билеуге сүзбен болама. Үйіме мен қарама, үйімнің аты шалала. Үйімнің аты шалала. Арнадым осы әнді Ботпайдың қыздарына. Ей, бәрекелді, той-тойлап жасай беріңіздер. Аналардың бірге туған бауырысың нағашы, жиендердің сүйенетін тауысың сен нағашы. Сендер барда жүректерге бұл түнбейді нағашы. Сендер келіп дулат жиеннің қуанығанын қарашы. Сендер келіп жиендердің қуанығанын қарашы. Шын жүрекпен бақыт тілеп ақ тілекті арнадым. Жиендердің қуанышын жас биге жалғадым. Жиендердің қуанышын жас биге жалғадым. Жиендерді қолдаудан еш нағашылар қалмады. Таусылмайтын сарқылмайды мейіріміңді арнадым. Таусылмайтын сарқылмайды мейіріміңді нағашы. Арамыздың баға жетпес қарасысың нағашы. Қиналғанда демеу берген жанашырсың нағашы. Тойға келіп ақ дейін алғаш айтқан нағашы. Нағашымның әрқашанда қабыл болсын бағасы. Нағашымның әрқашанда қабыл болсын бағасы. Жүрекпен бақыт тілеп ақ тілекті арнадым. Жиендердің қуанышын жас биге жалғадым. Жиендердің қуанышын жас биге жалғадым. Жиендерді қолдаудан еш нағашылар қалмады. Таусылмайтын сатылмайды мейіріміңді арнадым. Таусылмайтын сатылмайды мейірімдісің нағашы. Мейірімдісің нағашы. Жасай берсін нағашы. Аман болсын нағашы. Бәрекелді, рахмет баршаңызға. Сіздердің керемет билеріңіз көп, сырттағы тәжсіздердің өзі таңғалып жатыр ғой, керемет. Қан жылатса да, сүйгенін бірақ жылатпайды адам. Мен сені ұшқан ұлы түн айда, оның да ертең күні тумай ма? Есті сөз сүйген есер шағымды ұмыт дейсің бе? Ұмыту қайда? Іңкәр сезімге бөленбей қалам, мұңын шағады өлеңдей маған. Жұлдыз көрінсе айдың жанынан, есіміңді оқып өлердей болам. Күн мені тағы мұңға батырды,
Шығардым жалғыз ойланатынды, Құдайда шебер ұмытпасын деп, аспанға жазып қойған атыңды. Жақсы көрімді жиі алдайсың ба, жан тәніңменен сүйе алмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді қой, өз жүрегіңден ұялмайсың ба? Барда шығар өкінішім, барар жалғыз өтінішім, әдемі кетші. Мен де баққа жету үшін, сені ұмытып кету үшін, әдемі кетші. Барда шығар өкінішім, барар жалғыз өтінішім, әдемі кетші. Мен де баққа жету үшін, сені ұмытып кету үшін, әдемі кетші. Әдемі кетші, әдемі жолмен әдемі. Жүрегіміздің екі бөлек бұл әдемі. Білімін жаным мендегі емессіңді білім. Әрбір жүректің жарасар жолы бар еді. Әдемі кетші, әдемі жолмен әдемі. Келіп кетіп жатар, асығыс болатын кісілер болады. Сондықтан енді біз беташарды бастап алсақ па деген үмітте тұрмыз. Жоғарғы стол басындағы тағы да менің айтарым бар еді деуші кісілер бар ма? Бір ауыз тілектеріңіз. Басқаларға қарағанда кішкене жолын бөлек қой деп атқан ғой. Қайраттың бұрынғы ескі құдасы болған ғой енді. Сол атам мен апам кеткеннен кейін жиен болып атам енді. Сол мен жаңағы шет жағын көрдім тойдың. Келін саған екен, статусқа. Өте жақсы той болыпты. Жаңағы нағашыларға мен бөлесембек деп айтанамын енді. Жақынымыз ауылдарыңызға. Жаңағы тойдың шет жағын көрдім жақсы. Сол ойлағам, бұл сонша жерден келін алып келгеннен кейін шаршап ұйықтап жатқан шығар деп. Сөйтсем бұл ботпайларды ұйқы жоқ екен. Оған жастар қосылыпты. Олардың бәрін ұйқы жоқ, беташар жалғасып жатыр. Бір түс қайта, кешке қарай болатын шығар беташар деп отқан ғой, ұйықтап алып. Сол не дейміз, жастар бақытты болсын. Бұлардың Дулаттың атасы мен екі атасын да білеміз ғой. Екі атасы да өте сыйлы, өте ақылды кісілер еді осы Жамбыл облысындағы. Сол сияқты қызмет істей берсін, жақсы, ақылды болып. Бақытты болсын, не дейміз. Сол жақсы тілектер айтылып жатыр, сол жақсы тілектердің бәрі қабыл болсын. Әжелер айтып жатыр, көкем айтып жатыр, нағашылар айтып жатыр. Одан қоса Елмира сол Қазаннан келіп отыр. Өз бұрыннан сразу Ленинградқа барып оқып еді, соны Алматыда оқып, соны әйтеуір шетке алыста жүріп үйреніп қалған. Иә. Не дейміз. Сол келін жақсы келін болсын, бақытты болып, осы айтқан тілектер қабыл болсын. Қуаныштар көбейе берсін, бұдан кейін тойда да жақсылықтар бола берсін, тойда көбейе берсін. Қайрат енді жаңағы ата бола берсін ағылай. Сол жақсылықтар үшін ала беріңіздер. Рахмет. Ал енді айтарымыз бір тілек, береріміз бір бата. Сіздердің сөйлегендеріңіз емес, осы жерге келіп төбе көрсетіп, дастарханнан дәм татып, беташар тойының куәсі болғандарыңыздың өзі бір ғанибет қой. Келін дайын болса беташарды бастасақ, содан кейін асықпай, ары қарай отырыс қайратаға бола береді ғой. Келіннің қолынан шай ішетін кісілер бар шығар, Алла қаласа. Келе мына ағамыз айтқандай ұйықтайсыз ба қазір беташардан? Ботпайлар да ұйықтап алатыны бар. Білем ғой енді 24 жыл болды, қайын жұртым ғой ботпайлар. Ал, қазір құда қаласа тағы да бір әндетіп, сәндетіп, келінді. Дайын ба? Қалдыра береміз ғой, жа оқтауы, көріндік береміз. Ана, бие сұрасаң түйе берем деген қазақтың дәстүрлі бір беташары ғой.
Жаңа ортада апамыз ғана бір ауыз өлеңмен бастап берді. Онда да келінге деген арнау Кенен атамыздың әнімен бастады. Келін түсу жолы ғой бұрынғының, біздің үйде бірендайы бұрымданың, ақ ниеттен аттаған босағандай, ағарып тұр әнеки шымылдығың. Ақ ниеттен аттаған босағандай, ағарып тұр әнеки шымылдығың. Қарап тұрсаң қып-қызыл кілемдейсің, масатыдай құлпырып күлімдейсің. Қарияға сәлем қыл, көңіл қалар, қариялар қашанғы жүрер дейсің. Қарияға сәлем қыл, көңіл қалар, қариялар қашанғы жүрер дейсің. Ақ бауырсақ бауыр боп шашылғандай, қызыл жәрі жүзіңде ашылғандай, қандай ғана сезімде болдың екен, ақ шымылдық алдыңнан ашылғандай. Қандай ғана сезімде болдың екен, ақ шымылдық алдыңнан ашылғандай. Шашу шашылсын. Су жолы бойы бұрымдының, біздің үйге бірендайы бұрымдының, ақ ниетпен аттаған бостағанда, ағарып тұр мінеки шымылдығың. Ақ ниетпен аттаған босағандай, ағарып тұр әнеки шымылдығың. Al bismillah. Mana kelindi, hurmetli nағашылар, muzikaмен енді шақырсақ болады. Бірақ өстіп ауылдың алтауызын әндетіп шақырайық. Қазақтың өшкені қайтып жаңғырып жатқан заманда мінекей келіндеріңіз келіп қалды алдарыңызға. Өте әдемі тұрсыздар. Мен мына келіндеріңіз Мөлдірдің нағашысымын, түп нағашысымын, әжесінің бауыры болам. Енді мынау келін сіздердікі болғандықтан, енді Мөлдір осы әулеттің келіні ғой, сәлем жасай береді. Мен енді осы жақсылықтың жаршысы болғаннан кейін беташарымды айта берем. Соны дұрыс түсініңіздер. Ағасының алдында қарында сәлем салып жатыр демеңіздер. Бұл Мөлдір осы әулеттің келіні, Ботбайлардың келіні. Ал құтты болсын келіндеріңіз. Енді Қайрат аға, мынау енді құтты болсын. Мына қалай қоямыз, мына. Бұлай қарай қояйын. Қайрат аға, сізге жақын қояйын. Сізге жақын қояйын, сіз не істейсіз? Мына елдің бәрі соны істейді ғой сөйленбейін. Ал енді сәл колокольге қойыңызшы әжер. Құрметті, анау столдың басындағы отқан ар жақтағы жігіттер, мынау топталып ұшқан торғайды тұрымтайды алмайды дейді. Бәріңіз енді келін келгендіктен бер қарай кішкене нағашылар отыра беріңіздер. Сіздерге шейін ар жақтағылар жақындасын деп жатырмын да. Ya. Мінеке. Әшкейді киіп алып тұрып бет ашайын деді ғой. Бұлай, болмайды, киіп тұрам. Айтам, Қайрат Нұртас әпкесі ғой деймін. Қарасы бар ма дейді. Ал, бісміллә. Енді мынау көкесі барлар көш бастайды дейді.
батас бастама, батас дастарханын тастама деген бүгінгі екі жастың қуанышына келіп отырсыздар. Жаманы болса жасырып, жақсы болса асыратын кісілер келіп отырсыздар. Сондықтан енді осылар көгерсін, көбейсін, көркейсін, Құдай келіндеріңіздің балағынан берсін деп, аумин деп асқа бата қылып бет ашар рұқсат етіп қойыңыз. Аумин, дастархан береке берсін, жақсылық болсын, аманшылық болсын, келін жақсы келін болсын, өмірдасы ұзақ болып, қосағымен қосағарып осының жақсы келіні болып өсіп өне берсін. Аумин. Amin көңіл, жақсы болса да, жаман болса да осы болды. Алла, ілайым, жақсы жерден деп әкелгеннен кейін, жақсы атақпен қалады осы келін Алла бұйыртса. Енді ұнаса да, ұнамаса да, осы біздің дулатты келіншегі осы енді. Әппақ келін, ақ келін, сауысқандай сақ келін, жұмыртқадан ақ келін, көпшілікке пәк келін, осы әулетке жақ келін, ақ келін деп атқанды, қап-қара келін шығып жүрмесін ішінен. Ал кәлім, бірінші әндетіп, сәндетіп, арнауменен бастайық, арнаумен. Ассалаумағалейкум халқым менің, амандасу үйіне бөлі салтым менің. Жас келінің бетін ашқалы тұрғаны қабыл алсыз сәлемін Алишердің. Жас келінің бетін ашқалы тұрған қабыл алсыз сәлемін Алишердің. Қуанышты ел көңілді болғанына келінді, сәлют беріп шампаннан күйтін бірлеп төгілді, сәлют беріп шашудан күйтін бірлеп төгілді. Ауылымызға сен келіп, сүйсіністей ел көріп, қуанғандай қырдағы қызғалтақтар тербеліп, қуанғандай қырдағы қызғалтақтар тербеліп. Қошемет жоқ па? Керімді керемес қыртынып, бұлақ ақты бұлқынып, ақындар жүр шабытты, жүрегінде жыртынып, ақындар жүр шабытты, жүрегінде жыртынып. Жұрт кеп жатыр біртіндеп, келінің түрін көрсептеп, алма жүзің нұрланып, кірдің үйге күлімдеп, алма жүзің нұрланып, кірдің үйге күлімдеп. Жаңбырда жауып шашуда, көңілдер күлдей тасуда, келдім жұртқа танысқып, бетіңді келін ашуға, келдім жұртқа танысқып, бетіңді келін ашуға. Жаман келін шамданар, ақыл сөзге паңғарар, жақсы келін ұғынып, оясылын аңғарар, жақсы келін ұғынып, оясылын аңғарар. Менен сырды ақтармақ, сенен болсын сақтанбақ, көлеңкелі кей жерлер қалмай жырау қапталдап, көлеңкелі кей жерлер қалмай жырау қапталдап. Айт бөсекті көпірме, жазықсызға жекірме, сәл нәрсеге бұртаңдап, үй мазасын кетірме, сәл нәрсеге бұртаңдап, үй мазасын кетірме. Тірлік сәні ұғысқан, бірлік кәні ұғысқан, абыройба әперемес, жағаласып жұлысқан, абыройба әперемес, жағаласып жұлысқан. Үлгі ғып жұрттың мақтасын, көргендер кінә таппасын, таңгөні билеп таусам деп, жуылмай кірің жатпасын, таңгөні билеп таусам деп, жуылмай кірің жатпасын. Таза бұбыдыс аяғың, дәмді болсын тамағың, қабақ шытып шықпасын, күліп кірген қонағың, қабақ шытып шықпасын, күліп кірген қонағың. Еңбексіз жан керек еткен, еңбек өрге өрлеткен, айналайын келін жан, таппайсың бақыт еңбектен, айналайын келін жан, таппайсың бақыт еңбектен. Жандарың жаз болып жүріңдер, күлсеңдер бірге күліңдер, жұптарың өтсін жазылмай, сыйласып өмір сүріңдер, жұптарың өтсін жазылмай, сыйласып өмір сүріңдер. Құмар келер қыз бала орамалға, көрінбеші жалаң бас көп адамға, айналаңда ұры көп ұсталмаған,
ашық жатқан жер жасты тонағанға қазақ қызы бал дейді шырын дейді ашық қалған шырынды шыбын жейді шырыныңды шыбын жеп кетпесін деп менің нәзік жүрегім зірілдейді басыңдағы орамал оқ қағарың болалар қасыңдағы жарыңа орамалдай бол адал басыңдағы орамал оқ қағарың болалар қасыңдағы жарыңа орамалдай бол адал айналайын келін жан құтты болсын орамал құтты болсын орамал жарасып тұр орамал қошемет қойыңыздар айналайын келін жан құтты болсын орамал құтты болсын орамал деді ары қарай шыныбек бүгінімізге береміз. Ал енді мына кішкене мына келінді қазақтың салт дәстүрімен бұл таныстыру дедік. Арнау деген осы болады екен ардақты ағайын, төрткүл дүние мақтаған, елі жұрты жақтаған, ата салтын сақтаған. Енді мына молда да кітапта Құранға қарап оқиды дегендей, біреу қайда? Кім алып қойды? Алып кел. Енді есімдеріңізді айтып, жалпы көпшілікке таныстырдық. Бет ашады бастап, бісмілләден. Жаңа түскен келіннің бетін ашыбай алайын. Деп қойыңыздар ағайындар кішкене қиқулап. Айғо болмаса айын алайын айынға айғы. Қосатын кезің осы жайын жайды. Өл адам риза болмайды деген сөз бар. Тір адам еш уақытта байымайды. Таңдарын қуанышпен атқан шығар. Аман болса алдыңнан ақтан шығар. Әулетімде ұлағатты той болды деп, әруақтар бір аунап жатқан шығар деп. Ардақты ағайын, осы өмірден өтіп кеткен ата бабаларымыздың әруағы ырза болсын деп келіндер бір Алла разылығы үшін бір сәлем салып қойыңыздар. Жәнелер әпкеміз, әкелеріміз, аталарымыз, дулаттың аталарының әруағы ырза болсын деді. Сондықтан өлі ырза болмай, тірі байымайды дейді. Өлмесе ата бабам қайда кеткен? Ал ардақты ағайынеге келіндер иіліп қойыңыздар. Енді ары қарай кеттік. Үлкен болған әулетің, әлем басқан сәулетің, ақбалдаған шағында таңдап қонар әулетің, бекітпенен ағарды қара сақалы қауметің, қаумалаған ағайын, баршаңызға қарайын, барша жұрттың алдына да ақ батасыны алайын. Жас келінім келді деп, оңай ақпен енді деп, енді кел сәлемет. Сәлеміңізді ай әдемет, Фатима әжеңізге ай сәлемет деп. Бір қошеметтеп қойыңыздар шардақты ағайынға. Фатима апасына, әжесіне, несіне мәз боласың бала батыр, қариялар азайып бара жатыр, апама бір музыка қойып берсін. Қошемет. Салайын ба, алайын ба деп жүр ана ішіндегіні. Қуаныш, қошеметтеп қойыңыздар, бәрі келді. Ыстапқыны 10 мыңға көтерді бүгін Беташардың алды. Міне, Дулаттың әжесіне қошеметтеп. Екінші кем. Айғо бедеуатқа жем берген, нан тілесең май берген, байгісімен байғұстың, бәрін бірдей тең көрген, шөлдеп келген кәріпке, балған қосып шай берген, енді келін сәлемет, сәлеміңізді ай әдемет,
қадірлі, ардақты нағашы әжесі Тұрғанкүл апаңызға сәлеметте бір қошеметте қойыңыздар ағайын. Ал нағашы апасын көрейікші. Музыкаменен қаршылайық. Апасы келді ма, келмеді ма? Отыр екен ғой. Міне апасы Каспий голды ашып жатыр ау деймін аржақта. Шапалақ қайда, шапалақ қайда? Ей, шіркін-ай! Міне! Қошемет, қошемет, ардақты ағайындар. Мына, стоп. Енді мынау үлкен келін бет ашылып жатқан уақытта мен өзімнің анау жолдасым Қаржау сол атасының аруағы болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Шәке, осы екі жақтан да өтіп өткен ата-бабалардың әруағы риза болсын дейді. Мына енді Дулаттың нағашы әжесі 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деп көптен емес көктен есігінен ебір кірсін, төбесінен теңге түссін деп доллар салып жатыр, көрдіңіздер. Қошеметтеп қойыңыздар. Сыйлы болған қауымға, ағайынға, ауылаға, қадірі тұтқан ағайын, баршаңызға қарайын, барша жұрттың алдында мен бақытқа балайын. Енді келін сәлемет, сәлеміңізді ай әдемет, қайын атаңызға әдемелеп кәделеттеп, туғал шапалақпенен Қайрат атасына бір сәлем. Қайрат атасына мың сәлем. Қошемет ағайындар. Қастыра орама түсіп кетпесін келіндер, қыздар. Мынау Қайрат ағамыздыңкі де көптен болмаса көктен тастап, осы балаларым көгерсін, көбейсін, көркейсін деп жатыр, көрдіңіздер. Анау отқан енесі-ай, көпшіліктің кемесі-ай, бір балам екеу болды деп көкке жеткен төбесі-ай. Енді келін сәлемет, сәлеміңізді ай әдемет, қайын енеңізге әдемелік кәделет деп, Нұр Жамал анаңызға бір сәлем. Қошемет. Ай, бәрекелді. Өшірен. Ойбай, мына енесі 20 мың сабатқан 2 сәлем саған емес, 4-еу ұрыңдар. 4-еу. Ойбай, бұл 20 мың деген кішкене болса жоғарғы ақша ғой Қайрат аға. Тағы бір рет айтып көрейін енесін. Ассалаумағалейкум тойшылығауым, бір сәтке серпілтейін ойшылауым. Бұл менің 2 жасты құттықтауым, қолымды қош шекке қайшылауым. Әппақ келін, ардақ келін, Нұр Жамалда енеңізге сәлем бергін. Әппақ келін, ардақ келін, жарқыраған қайнанаңа сәлем бергін. Деп қошеметті қойыңыздар. Ей, бәрекелді. Кәдігі. Қошемет, ау, стоп. Ей. Болды, бітті. Өзіңізге де прайыз қасында. Ал қарай кеттің. Айғо, сөзде маржан құрайын, шалқып тасып тұрайын, қуаныштан, шаттықтан айырмасын құдайым. Жақсылықты ендігі жезделерге бұрайым. Енді келін сәлемет, сәлеміңізді ай әдемет. Әпке жезделеріңе кәделетте бір қошеметте қойсаңыздар. Қадірлі құрметті Бейсенбай жездесі.
Küldan apkesine koşemet. Nurgayşa apkengizge, Vener Cezde, Elmira apke, Törebek Cezde, Aynur apke, Maria apkesi, Kavkar apkesi, Marjan apkesine koşemet. Al körek, jeke ver. Koşemet bile müzika. Diyelim gelinde oyuna da gül. Cezdeleri gayra bul, cezdeleri bizden. Böyle geldi. Енді ona ağa deyik, cezdeni cezde deyik. Енді mağa қалай жазып береді, солай шақырып жатырмын. Енді қадірлі әпкелер мен жезделер, сіздерге кім теңгелер, оғанда бұл халқым жөн көрер. Аталмай қалған әпке жезделері бар болса, бір сәлем. Айғо тайғынан мақтаған, шөбігіп жерді жақтаған, жазы қысы өмірі жайлы жерді жақтаған, көріндік бердеп айтар деп жан жағынан батпаған, енді келін сәлемет, сәлеміңізді ай әдемет, қайынағалар қай кәделет деп. Қадірлі ардақты әуез ағасына бір сәлем, ағалардың кервені, қанат ағасына, азат ағасына, талғат ағасына. Енді біз мұна осындай ағаларға бір музыка қояқшы. Ал ағалардың ағасы енді сонау мұхиттың ар жағында, осы ауылымда, бауырымда, елімде керемет келін түсіп той болып жатыр деген Рақаттай қайнағасына бір сәлем. Мұхиттың ар жағынан бір сәлем. Бер жағынан бір сәлем. Қолынды бие бозды, пияз еккендер тозды. Ботбайлардың ішінде бала шағасымен Европада жатқан Рақат озды ғой негізі. Қошеметті қойыңыздар. Ал енді Рақаттың осы әзірет, қажырет. Мейрамбек бөліп айтайын да, Мейрамбек осы яқта ғой. Тұңғыл шабала бір қойыңыздар кәріге. Бәрекелді. Мұна менің Рақат неғып елден ерекше шетте жүр десеңіздер, адамның басы Алланың добы дейді. Атың барда желіп жүріп ел таны дейді. Фатима апа, бір бала атаға жете туады, бір бала атадан өте туады. Осы әр балаларымыздың нәсібесін Алла тағала бөлек-бөлек беріп қойған ғой. Рақаттың нәсібі бөлек қой. Рақаттанып, Ибраһим ойнап жатыр аяқта. Қошеметті қойыңыздар ағайындар. Ал кәніге. Ал. Мұна менің қасымда осы беташарға үлесін қосып жатқан осы Рақаттың мадиярына да бір сәлем салдырып қояйыншы. Мейрамбек, қошемет, қошемет. Ал, кеткі ағай кімдер? Айғо сөз сөйлесе абысын деген аңбысың. Абысын мені алыспа, өзіңе тисе қалыспа. Абысын сөзі асты деп шаба берме намысқа. Сыйластық болсай араңда, арманыңа жетерсің. Риза болсаң халқыңа, қызметіңді етерсің. Жақсылыққа келгенде құрметпенен өтерсің. Енді келін сәлемет, сәлеміңізді ай әдемет. Жеңгелерге кәделет деп, бір қошеметтеп қойсаңыздар қадірлі құрметті. Сағыныш жеңге, Гүлнұр жеңгесі, Қарлығаш, Мөлдір, Бағила есімді ардақты жеңгелерге бір сәлем. Дулаттың жеңгелері билеп. Қошеметтеп
Sahneге. Men sana hazırım. Hürmetli koyunuzlar. Abısın tatı olsa az köp bulup, abısın tatı olmasa Fatima apa bär raskut bulup, kelinlerдің bäri özünüzde mama deyma apa. Mamalar jiberem deseniz. Rahmet. Осы келінге де, жаңа келінге де жұғысты болсын осы келіндеріңіздің жолы. Ал, ар қарай кеттік тағына. Келесі. Айғу! Анау тұрған қайнысы деген қайғысы, жеңгесі келіп түскенде, не боп жатар бәйгісі, анда тұрған бейкеші, жібегескен шүйкесі, пар жасауын салған соң, теңіне буып алған соң, мен досымдай болсам деп, құрып тұрар жүйкесі, бейкешіне ай бір сәлем, қайындарға, қайын сіңілдерге мың сәлем деп, бір қошеметтеп қойсаңыздар қадірлі қауым. Абылай, Нұрсұлтан, әзірет тағы бір қайталап өтейін. Мекназар, Райымбек, Мейрамбек, Арсланбек, Бәрбек, бет ашып тұрған Шыныбек. Қошеметті қойыңыздар ағайындар. Кәрге, қайындар қайда, қайындар. Және қарап қоясын. Мені қайындар көріп атырыстар, осы әулеттің болашақ мақтаныштар қайын сіңілдері қыз қабағы менен құт күрепті Камила бастаған. Түсінбей қалдым. Амина Нұрбек қоя? Амина Нұрбек, Зері, Райса қызыл кітапта қаттап жүрді. Нұрсәт. Не деген аттар ма? Адия. Екі өген Адия. Не деген қадірлі құрметті? Рамазан, Шапада. Қайсыңдыр аралас кет. Қошеметті қойықсыңар. Қыздар, биле, қыздар, биле. Мына ортадағы қыз қайғыз, ортаң шыққан. Мына ақшал бардағы қыз қайғыз. Бұл қай кісі? Папасы, мамасы қайда? Бәрекелді. Көрініп тұрды, ақшасы бар кісінің қыз екені көрініп тұрды. Бір қолда қойыңыздар, осындай қыздар. Бәрекелді. Тойнуманда шалықтар, жақсылыққа кегенде құстай ұшып қалықтар. Ал ағайын, киендерге қарайын, құрметпенен арнайы, көрімдігін ағайын. Енді келін сәлемет, сәлеміңіздай әлемет. Киендерге де бір әдемелеп сәлеметтеп, қошеметтеп қойсаңыздар қадірлі. Жасұлан, Нұрисұлан, Алтайыр, Медина, Ахмет, Индира, Аянат, Тамирис, Туғыл, Шапалақ, қошеметтеп қойыңыздар. Жиендер. Болды ғой де. Ар қарай кет. Toyların toy kılasın olan asır. Del bugün şattanaсын, kuanasın. Dola canın turguzgan şangırağı, toğurundan eş vakta kulamasın. Atından aynalayın kudalarım. Buna bana bir dengi sұрап жүр. Bir dengi беру керек. Бер. Қалағаныңды ал ішіне. Шапада бір қойыңыздар.
Meneke. Bilem koy men endi. Birde-iki surap turga bu bala. Бұл бағана байқамай 500 теңге салып қойды да, сол көбейді, 1000 салып бер, 1000 теңге саған. Ардақты құрметті, және біреу сабатса, біреу алып отыр, біреу салып отыр. Осылар ғой болаша. Қадірлі ардақты нағашы қайын аға жеңгелер, Жандос, Жанболат, Диас есімді, әпкелері, апалары, Тұрсын, кешіріңіздер, мен жаңа мына қағазды екінші бетін ашып аттым. Ардақты нағашылар, сіздер әрдайым бірінші сатыдасыздар. Әкемен бірдей парызы, көмектесу қарызы, сыйласатын адамның ішіндегі нағызы, осы дулаттың барлық нағашыларына дуғыл шапалаға қайындар. Қошеметтен қойыңыздар. Кәлгі, нағашы қайын әпкелері, жеңгелері, Ayman, Jauhar, Janan, Kaneket, Ayda, Nargiza oynuyor. Bарлық туғатымыздың нағашылары. Биле. Hoppa! Ey, Жандос мырзаның атынан, міне. Осындай кереметте сипаттар түсіп жатыр. Негізі мына кісілер атамады ғой біз осы. Айтылды ма ағаларыңызды? Есімі? Талғат ағасы бір сәлем салдырашы мына елдің алдында. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды дейді. Бүгін мына беташарда бір сүңгі ақшамен жүрген осы кісі бағаналы бері. Көпшіліктің алдында Талғат қайда осы тойды жайнатпай ма деп. Ал ардақты ағайындар, айғо сыйлас болсай араңда жақсылыққа жетерсің, құрметпенен арнайы ағаларым деп өтерсің. Енді келін сәлемет, сәлеміңізді ай әдемет, Талғат қайынағаңызғай сәлемет деп. Қайда? Қайт кетті ау деймін. Жоқ қой. Ағасы жоқ қой. Талғат ағасы жоқ қой. Үйдің аржағын ішіп кетсін. Бізде енді мына достарым, жақсылықта бастарыңды қосқаным дейді. Сондықтан да үйреніп қалды. Тұқмайды, ала берсінші. Маған кішкене жақындығы бар еді ол баланың. Ал, енді біздің мына осы тойдың жарқыны болған, қарқыны болған Дулаттың достарына бір қошеметтеп қойыңыздар. Достарға қошемет жеке сәлем алайық. Айғо айттым ғой жаңа. Айтылды ғой, бағила жесе. Нұркен жездесіне бөлек бір сәлем. Алланың қалауымен нұрын шашып, нұрланып, менің атым аталмаса, бұл несі той деп тұрған Нұрекеңе қошеметтеп қойыңыздар мінеке. Осындай жанашының жақынын, аямайтын ақылын, жезделері Дулатымыздың мінеке. Нағашылар қауымнан тағы да келмей қалғандар бар болса, келіндер бір иіліп қойыңыздар. Сиыр берсең қара бер, қатыңа кетпес шарадан. Төс алдыңа келгенде төстігін бөлек кесіп ал. Қатар құрбым қайда деп, қайда жүрсең есің ал. Енді келін сәлемет, сәлеміңізді ай әдемет. Дулаттың достарына сәлеметте бір қошеметте қойыңыздар. Адырлы, құрметті, Алмаз, Бекзат, Жасырбек, Әміржан, Асқар, Жасулан, Сезім, Мадина деген. Теміз, Арық, бәрі бірге. Түгел достар. Қошемет.
бауырымыз есімі кім? Досың ба? Не настроениесі болмай кетті. Үйленген бе, үйленген бе? Үйленген ба? Құда қаласа 3-4 жылдан кейін сен де сөйтіп қаласың дейді. Сондай болады өзі. Басында үйленген кезде бөлек болады, 2 жылдан кейін сондай бір жаңа қисайып жүресің сен. Ал Құдай құтты болсын. Мына енді Фатима апа, мына жерде кім бар, кім жоқ, кімде теңге, кімде доллар түгендеп алдым. Бұл әшейін байқау. Бет ашар дейінді ашам, басынан бастап жөнді. Енді таныстырам мен. Бұл жаңағы әшейін байқау ғой мына. Кім бар, кім жоқ, нағашылар түгел ма, түгел емес па деген ой меніңкі. Қу пендешілік қой Қайрат аға. Енді жақсылап бет ашарды басынан бастап ашамын енді. Адамдар көп болып отырыңыздар мінеке. Көке, не настроениеңіз көт сіздің? Всегда готов. Рахмет, ал дайындалайық олай болса. Міне бет ашарды бастаймыз. Еш жаққа қашпаймыз. Осыменен қадірларды ағайындар. Біреу ерте айтылады, біреу кеш айтылады. Келмей қалғандар болса өкпелемейді. Той қыласын, ай болсын, ай болсын. Көңілдерің жай болсын. Қауымдаған ағайын, күн досындай той болсын. Ағайының аты озғанша ауылдастың тай olsun деп, жалпы осы айнала көршілерге бір сәлем. Көршілер келгені бар, келмегені бар. Нағашылар қауымына қадірлі біздің осы Дулаттың жанашыры, 3 жұрттың ішінде ұлысы, тағы да келіндер сәлем салса дұрысы, Дулаттың нағашыларына бір сәлем. Апа! Жаңа доллар салғаныңа қайта сояға сәлем тұрғызып жатыр, байқамасыздар ма? Доллардың бұу деген қиын ғой өзі. Ал, рахмет. Біреуіңізді ерте айтып, біреуіңізді кеш айтып, ортада келінді тұрғызып қойып, азапқа, мазаққа салу емес. Бұл біздің дәстүріміз. Аттан жығылсаң да салттан жығылма дейді. Кітапта, қағазда қалай жазылды бір сыпыра айту міндетіміз. Құтты болсын апа келініңіз. Енді келін бетін ашайық. Дулат бере саламыз жігітке. Әлшерге бере сал домбыраны. Бісміллә. Мына түйінді шешеге. Dişi böyle baksan, dişi var başınız bir. Kadın, ama aşadı. Ya, білем ғой. Жаманды жақсы Алладан, болады ісі қалаған. Көшіп дәулет біреуге қонар жаңадан дейді Фатима апа. Осы жаңа келген келініңіз құтты болсын. Шапаның алтын болса да жағаменен жең керек. Балаң патша болса да ағайынмен ел керек. Қартайғанда шай беретін келін керек сізге. Сондықтан ағайын, апамыздың келіні құтты болсын. Енді сіз келінің бетін ашыңыз. Тектіден текті туады, тектінің жолын қуады дейді. Осы Құда қаласа Дулатыңыз елдің бір ардақты отбасы болсын. Сіз келінің бетін ашыңыз, Дулаттың нағашы әжесі батасын берсін. Қалай қарайсыздар ағайын? Апас келіңіз ортаға. Бісміллә. Қошемет ағайындар. Құтты болсын. Билет. Келіңіз. Фатима апамыз енді осы әулеттің ұйытқысы, шамшырағы, әрбір баланың, немеренің жер бетінде жәннаты. Ал енді сіз де солайсыз. Мынау нағашы жұрт деген қай уақытта болса да мұсылман баласы үшін бір саты жоғары тұрады. 9 ай 10 күн көтерген анаңның төркіні болғандықтан, осы жастардың балтыры сыздап басы ауырса да тілеуін тілеп отыратын Дулаттың нағашы апасына бір қошемет берем, ақ батасын алайық. Дулаттың ағажесі мен. Енді кішкентайынан солай айтқанбыз, сол күн бүгінге дейін маған Дулат аға, мені аға жеп, балаларым да солай айтады. Мен соған қуанамын. Енді жақсы беташар болды, сізге үлкен рахмет. Керемет, қуанып жатырмыз, осындай кісі ашып жатыр деп.
Енді әйел баласы бата бермейді, бірақ тілегін айтады. Айналайын, Камила, мынау алдыңда абысындарың тұр ғой жаныңда. Сол абысының жолдарын берсін сендерге. Мынау енелерін қарап, жақсылап күтіп бағатын осы келіндер құсап сен. Жақсылап тыңдап ал. Сен біздің ағашы болсақ та біздің орнымыз бір бөлек. Сен өз еліңе, өз жеріңе, өз үйіңе келіп, мінекей осы келіндердің жанында сондай бола бер айналайын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Аналардың тілегінің барлығы бір. Ол әже болсын, апа болсын, аналардың тілегі ерекше. Соның бірі мен. Сол бар жақсылық, қуаныштар бола берсін. Отбасыларыңызда тек қана жақсылық болсын. Қай уақытта болса да келіп тұрады жақсылық, қуанышқа. Рахмет апа, мына көпті көргендігіңізді көрсетіп, әйел баласы бата бермейді деп жатқаны әбден орынды. Мінекей, мына Дулаттың аға жесі де біледі ғой, келіні қай жерінен сүю керек екенін. Көрдіңіздер ма? Стоп. Келінің бетінен сүйме дейді. Бетбақ бәдік бақ бітеді екен. Маңдайынан сүй дейді, күліп тұрады. Жарқырап жүреді, маңдай ашық болады. Қайрат аға, енді мына келініңіз құтты болсын. Міне сіздің ұрпағыңыз, бала шағаңыз көркейіп, көбейіп жатырсыз. Енді әке деген асқарың, әке деген аспаным, жақсылықтың бәрінде әкешім өзіңізден бастадым дейді. Сізден үлкен ешкім жоқ, бата беретін сізсіз балаңызға. Енді бұл балалардың әкесі не соғай қайрақында бетін бір сүйек. Кеңіз. Міне, анамыз батасын беріп жатыр, қуанышыңызды бөлісіп жатыр. Мына енді той сіздіңкі, қуаныш сіздіңкі Қайрат аға. Мына асқаныңыз емес, тасқаныңыз емес, сасқаныңыз емес. Балаларыңыз ер жетіп, бір басы екеу болып, айдан сұлу, ай сұлу келін әкеліп жат. Келініңіз құтты болсын. Тіл дегеннен, көз дегеннен сақтасын. Әкенің батасы балаға азық дейді. Батаңызды беріңіз, балалар бақытты болсын деп. Бисмиллахиррахманиррахим. Раббым Алла тағалам осы келіннің аяғынан дейді, осы үйге құт пен берекесімен кірсін. Шіркін жақсы киелі аналардың жолын берсін. Басқан қадам бәріне нұр бітсін. Басқан қадамына ел қызықсын. Пәле жаманнан сақтасын. Мынау әулетке берекесімен, жақсылығымен келсін. Осы жақсылықтың нышаны болсын. Амандық пен қуаныштың үстінде жүре берейік. Жалпы осы жердегі отырған қауымға үлкен рахмет. Осы қуанышқа келіп, өлісіп, бір адамдай болып келіп отырсыздар. Сіздерге де осындай жақсылықты, жұғыстығын тілеймін. Көптеріңіз осы жерде баламды үйлендіреміз, қызымды ұзатамыз деген ниетпен жүрсіздер. Осында бір жақсы, қуанышты сәттер сіздердің үйлеріңізде де табылсын. Отбасыларыңызға береке, дендеріңізге саулық тілеймін. Ал енді балама тілерім осы қосағасымен қосағарып, шаңырақтары биік болып, босағалар берік болсын. Алла тағалам пәле жаманнан сақтасын, қырсығынан сақтасын. Жаман сөз, жаман көзінен сақтасын. Мына қоғамға пайдасы тиетін бір жанұясы болсын. Қазағым деген жүректері ұрылсын. Мына өсіп атқан балдарға да жақсылық тілеймін. Барлықтары қамқор, осы жерге келіп атқандарға, қуаныштарға бөлісіп атқандарыңызға да өзім ойлаймын. Сіздердің барлықтарыңыз сол ақ ниетпен келіп отырсыздар. Соның барлығы еселеп қайтсын сіздерге. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Сол келініңе айналайын. Жақсы бол. Жақсы деген өзі бір терең мағынаны білдіретін нәрсе. Сол жақсының ішінде бәрі бар. Ал бақытты болсын жастар. Аумин, Аллах бар. Аумин. Ал құтты болсын. Мынау енді ізетті орамалды береді, оқтайды беріп жатады. Мынау орамал аналардың ардақты ақжаулығы, сәні болған, мәні болған. Мінекей, біссімілә деп енді осы орамалды
кімге ұсынар едіңіз? Сізге әлі ерте шығар, келесі келін сүрем деп отырған абысындардан, ағайындардан қай кісінің үміті бар еді? Айнұр әпке. Қайда Айнұр әпке, қайда? Доғыл шапана құрып қойыңыздар, ал Айнұр әпке. Мынау бақ қоныған, қыдыр дарыған, осындай Қайракеңдей ағамыздың отбасынан қуаныш, бұл сіздің үйге жұғысты болсын. Алла қаласа осы қауым сіздің үйде қуанышты тойлауды нәсіп етсін. Орамал деген киелі дейді, ол ұзақ жатуға болмайды. Қызуын темірді, қызуында соқты ет, құда қаласа. Жұғысты боласың, келесі демал сіздің үйде осы ел өстіп демалып отырсын, Алла қаласа. Рахмет. Енді мына келін қазағымыздың ата салт дәстүрі ғой, оқтауы менен тақтайы дейді. Міне осы нәр берген, нан жеген, асымыздың басы болған оқтаудың иесі келді, апа, құтты болсын. Сіздің қуанғаныңыз былай тұрсын, мына екі келініңіз қатты қуанып жатыр әзірес. Қолымыз ұзарды, молодой келді, жұмсайтын болдық деп. Ал құт, мөлдірма. Іздесен көздің қарасын, мөлдір көздің қарасын. Міне біздің елден табасың дейді ботпайлар. Осы мөлдірдей келін болсын, Алла қаласа. Міне көрдіңіздер ма? Беймарал, рахат бір жақта, мөлдір бір жақта. Өмірдің заңы, бірақ осы әулетке оттай, судай сіңіп. Ау жаным. Включите музыку. Кім түсінбеді? Не түсіндіңіз? Музыка деп жатырмын. Ал құтты болсын. Мына Дулатта өзі есті жігіт қой. Өз зорға дегенде қол жеткенде үйленіп атқан балалар ауақта достарымен отырады ғой, бұл бағана бер қасында қарауылдап тұр. Біреу осы түртіп көтермегенде қарауылдап тұр. Артыңыз айналып жүр. Ал олай болса Дулат келіп құтты болсын. Қол ұстастырыңыздар жеңгелері. Бақытты болыңыздар, бақытты болыңыздар. Микрофон шығарып қой. Мынау айтады ғой, ақындар басынан сөз асырмайды. Екі жақсы еш уақытта қосылмайды. Қосылса сәті түсіп екі жақсы, ыстығы еш уақытта басылмайды деп. Дулат, міне әкеңнің асқар тауының, әкеңнен асқан асқар тау болмаған еш жерде. Осы асқар тауың аман болсын. Таудың биіктігі қан тәңірі дейді. Мынау тұрғызған шаңырағың берік болсын. Осы көпшіліктің берген батасы қабыл болсын. Бақытты, баянды, ғұмырлы, өмірлі болыңыздар. Құда қаласа екеуіңіз елдің аяулы да ардақты бір ел қызығарлықтай отбасы болыңыздар. Енді екі жеңгесі қайда? Кеңіздер, екеуің мынау ақылдасып жатырда. Келіншегін таныстырдық. Мынау тегі біз дұрыс істемедік па? Дулаттың настроениесі болмай тұр ғой дейді да. Мына екі жеңгеңе ризасың ба? Үйде ризасың ба? Дайын ба? Үйде дейді. Беретіні бар екен. Бар деді. Міне, естідіңіздер ғой, бұлар үйдегілерге сенбейді, Дулат. Екеуі сол үйдегінің атына мінерден бере салайын екен. Екеуі үйдегінің атына. Үйдегіні берсе, бере жатар, мына қызымда тұр өссен. Енді өз атыңнан бөлек берерсің. Мына көпшіліктің бергенінен береке берсін. Қазақ айтады ғанау, көргеннен бермеген, көргенсіз деген сөз бар. Сондай сөзге қалып кетпейін деп. Мына Талғат көкесі отыр мінеке, Құда қаласа. Дулатқа бір жылқы мінгізіп берейін бе, жоқ Шыныбекке мінгізіп берейін бе? Білмей отыр қайсына мінгіздер. Ал жеңгелері, Алла разы болсын, көбейіңіздер, көркейіңіздер. Жаңа айтып жатырық қой, бір келіп бұл дүниеден бір кетеді, ақымақ ақ көңілді кірлетеді. Барыңда, оралыңда, ойнада күл, түбіне бұл дүниенің кім жетеді дейді. Осы күнге жеткен де бар, жетпеген де бар.
жеткізген Аллаға сансыз шүкір. Жаратушың тұрғанда, жаратылғаннан сұрама дейді Дулат. Бәріміз жұмыр басты пендеміз. Осы кісілердің бәрінің үміті сенде. Әжелерің үміті, әулеттің үміті сенде. Құда қаласа осы Дулаттан жақсылық көреміз деп үміт артып отырған азаматсың. Мынау балаң жақсы болса елдіңкі болады дейді, апа? Балаң жаман болса кімніңкі болады дейді? Келініңкі болады дейді, жаман болса. Жақсы болса елдіңкі болады. Сол жақсы деген елдің азаматы болсын біздің Дулат. Қалай қарайсыздар ағайындар? Мына сыймаса шариғаттың шеңберіне береке бермес Алла бергеніне, жаратқан үйленсін деп бұйырыпты мұсылманды әйелімен ерлеріне дейді. Міне Құдай Алла екеуін бақытты баянды етсін. Жеңгелері жастарды үйге кіргізейік. Стоп, тоқтай ғой, мына доллар қалып кетсе соладың. Мына мен Дулат, мына көпшіліктің берген шашуы сенің нәсібің. Таңғы нәсіп тәңірден дейді. Көніге табысың осындай болсын, сен тап, келін жаратсын, береке сонда болады деген екен. Құдай құтты қылсын. Ал музыканың ырғағыменен үйге жеңгелері кіргізіп, Дулаттың шашуын өздері алып, ырза болып шықсын. Қошемете қойыңдар. Құрметті қонақтар, сұрыңдар, стоп. Айнұр әпкер. Мынау құтты болсына бір шабала бұқша. Қараңдар, қадірлі ағайын, бұндай сыйды туған күнінде екінің бірі ала бермейді. Міне Алла тағала бүгін өзінің туған күніне тұспа-тұс жаңа түскен келіннің орамалын жұғысты болсын деп алып жатырмыз. Құтты болсын, туған күніңіз құтты болсын. Қыздың жасы 18 дейді. 18 болып жүре беріңіз. Ал енді билейміз, келіңіздер ортаға. Хоппа! Барлықтарыңызға жұғысты болсын. Достар, жолдастар, нағашылар, бауырлар. Мөлдірдің қолынан жеберіңіздер әзірше. Үйреніп қойған кішкене шайнектің қай жерде тұрғанын біледі. Қазанның қай жерінде тұрғанын біледі. Ол жас келіне 2-3 күн үйренсін. Өзі үйренсін көке, бойы үйренсін Алла қаласын.